Сәлем достар, бүгін сіздермен ананастан жасалатын ерекше салаттың рецептісімен бөлісемін. Бізге керек саңырауқұлақ, ананас, укроп, пияз және тауықтың еті. Пиязды майдалап тураймыз. Мен саңырауқұлақтың осы фирмасын алдым. Өте тәтті және сапалы. Майымызға пиязымызды салып, саңырауқұлағымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Тұз себеміз. Осындай қоңыр түске дейін қуырамыз. Менде ананас та осы фирмадан өте дәмді және сапалы. Ананасымызды да турап аламыз. Мен тауықтың төс етін тұзды суға пісіріп алдым. 20 минуттай. Енді 4 бұрышты майдалап тураймыз. Барлық ингредиенттеріміз дайын. Енді салатты жинаймыз. Әдемі ыдысымызға тауықты, саңырауқұлақты, ананасты және укропты әдемілеп видеодағындай қоямыз және ортасына майонезді жағамыз. Осылай дастарханға қоямыз. Оңай әрі дәмді салатымыз дайын болды. Аз ғана ингредиенттерден тұрады, бірақ оригиналды салат. Ананас ерекше дәм береді. Жасап көріңіздер, лайк, подписка ұмытпаңыздар. Көп рахмет.